Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ең керемет салаттардың бірі, әсіресе витаминге толы салаттардың бірі, осындай керемет салаттың рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі қайнап тұрған суға брокколи мен осындай цветной капустаны салып аламыз, және 4-5 минут шамасында жақсылап орташа отта қайнатып аламыз. Одан көп қайнатпаңыздар, езіліп кетуі мүмкін, сондықтан 4-5 минут қайнатамыз. Енді балғын қиярымызды жуып, тазалап, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Мен әдемі көріну үшін осындай пышақпен кесіп алдым. Кәдімгі пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Ыдысымызға қиярымызды салып аламыз. Енді кезекте қызанағымызды да дәл солай бөліктерге бөлеміз. Әрине алдын ала жуып тазалап аламыз, артық жерлерін алып тастап 5-6 бөлікке осылай мен сияқты бөлсеңіздер болады. Негізі черри помидорын пайдалансаңыздар тіпті керемет көрінетін болады. 2 бөлікке бөліп сала берсеңіздер болады. Менде болмағандықтан осылай жай қызанақты пайдаландым. Енді осы туралған қызанақты да қиярдың үстіне салып аламыз, және бізге қайнатылған жұмыртқа қажет. Қайнатылған жұмыртқаны да осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Құрамы да өте қарапайым, витаминге толы салаттардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді бізге корнишон керек болады. Корнишонды да 2 бөлікке бөліп, немесе осылай мен сияқты 3 бөлікке бөліп сала берсеңіздер болады. Қиғашырақ тураймыз, сол кезде әдемі көрінетін болады. Корнишонды да жұмыртқаның үстіне салып алдық. Енді цветная капуста мен қайнатылған брокколиді саламыз. Үстіне осындай горохты саламыз, және сарымсақты да 2 сарымсақты майдалап, ұсақтап, турап жіберіп салып жібереміз. Және укроп саламыз. Осы кезде үстіне тұзымызды салып, және майонезімізді салып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Қараңыздар, өте керемет салат болады. Ештеңені ұзағынан ауыр салат емес, жеп-жеңіл салат, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Каналым ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар.